Қайырлы күн көрермендер, бүгін сіздерге 12 сағатта дайындалатын өзбектің ұлттық тағамы сумаляктың жасалу жолын көрсететін боламын. Сумаляк жасау үшін ең алдымен бидайды өндіріп алады. Бидай ауа райына байланысты жылы болса 2-3 күнде, ал суықтау болса 5-6 күнде, кейде 1 аптада өнеді. Бидайды наурыз мейрамына жақындағанда өндіре бастайды. Біз 8 кг бидайды алдын ала өндіріп алдық. Дайын өндірілген бидайды мясорубкадан өткізеді. Бидайды жақсылап езіп алу керек. Сол себепті де өткізілген бидайды және бір рет мясорубкадан өткіземіз. Бидайдың бәрін өткізіп алдық. Енді жақсылап езілу үшін және бір рет мясорубкадан өткіземіз. Міне осылай болып шығу керек. Әбден езілген бидайды аз-аздан суға салып, жақсылап араластырамыз. Сосын таза марляға салып, суын сығып аламыз. Бізге бидайдың суы керек, қоюын алып тастаймыз. Езілген бидайдың суын барынша сығып аламыз. Су осындай аппақ болып шығады. Бізге керегі бидайдың суы. Оны бидайдың сүті деп те атайды, ал қоюын алып тастаймыз. Барлық бидайды осылайша сумен араластырып, сығып, қоюын алып тастаймыз. Міне барлық өткізілген бидайды суға жуып, қоюын алып тастадық. Енді 20 кг бірінші сорт ұнын еліктен өткізіп дайындап аламыз. Далаға ошақты дайындап, қазанды қыздыра бастаймыз. 3 литр өсімдік майын құямыз. Май қызған соң қазанға бидай суын құямыз. Қазанның асты жабысып қалмау үшін тастарды жуып саламыз. Бізде 3 кастрюль су шыққан, 2-ші кастрюльді құйып, 3-ші кастрюльді кейінге алып қаламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді жайлап қазанға ұнды сала бастаймыз. Жақсылап бірігу үшін тоқтаусыз араластыру керек. кг ұнды салдық, енді тоқтаусыз қайнағанша жақсылап араластырамыз. Оннан ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап араластырамыз. Қазан қайнайын дегенде түсі өзгере бастайды. Қазан қайнап шықты, енді жайлап араластырамыз. Қазанның асты жабысып қалмау үшін тоқтаусыз араластырамыз. Жалпы сумаляк дайын болғанша кезек-кезекпен араластырып тұру керек. Сол себепті де сумалякты бірнеше адам болып жасайды. Қазан қатты қайнап, көтеріліп тасып кетуі де мүмкін. Сол үшін тоқтаусыз араластырып, сапырып жібереміз. Сумаляк қайнаған сайын түсі осындай шоколадты болып өзгере береді. Қазан қайнап, су тартылған кезде үстіне 3-ші кастрюльдегі бидайдың суын құямыз. Осылайша тоқтаусыз араластыра береміз. Қазан 1-2 сағат қайнаған соң су тартылады. Сол кезде қалған бидай суын құйып араластырамыз. Және 1-2 сағаттан соң үстіне жай суды құйып араластырып жібереміз. Қазан қайнаған сайын түсі осындай шоколадты болып өзгере бастайды. Сумаляк 8 сағат қайнап, қоюланып пісіп шықты. Енді бетін жауып, жақсылап үстін орап, демдеп қоямыз. Ыстық буы шығып кетпеу үшін бетін дастарханмен орап, үстіне қалың көрпеше қойып қоямыз.
Қазанның асты күймеу үшін ошақтың астын темірмен басырып қоямыз. Осылайша 4 сағат тұрып, сумалягымыз демделіп дайын болады. Төрт сағаттан соң қазанның бетін ашып, сумалякты араластырамыз. Сумаляктың бетінде осылайша әдемі оюлар шығады. Дайын болған сумалякты араластырып, дастарханға ұсынуға болады. Міне бір қазаннан 3 кастрюль сумаляк шықты. Дайын болған сумалякты ағайын туыстарға, көршілерге, достарға таратылады. Сумаляк өте дәмді, асқазанға жеңіл, керемет тағам. Наурызда ағайын туыстармен бірігіп, осындай керемет сумалякты жасауға болады. Рецепт ұнаса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар.